Рахмет. Тағыр мәрте ассаламағалейкум, қайырлы кеш, қадірлі қонақтар. Мен бағанағы бірінші столдағы тамада қойып, бір шапалақ ұра салыңыздар, мүмкіндік болсын. Тағыда келіп қонақтар. Бүгінгі мерекеміздің мәресіне дейін мәз болып отырамыз деген қадірлі қауым. Бүгінгі қуаныш иелерінің тойдың соңына дейін бөлісеміз деген қадірлі қауым. Екі жас ғани мен махаббат бақытты болсын деген қадірлі қауым. Тағы бір мәрте сіздермен тойымыздың екінші бөлімінде қауышып отқан жайымыз бар. Олай болса, ардақты ағайын, қадірлі қонақтар, баршаларыңыз қадамдарыңызға нұр жаусын, той құтты болсын деп бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Бүгінгі той басталарда бүгінгі қуаныш иесі Данабек ағамыз айтып еді, айналайын асаба шырағым, бүгінгі тойымыз таңды ұрып жалғасар, ұзақ ұланасыр той болса екен. Ағайын туыстың басы алыс жақыннан келіп бір-біріне тоғысып жатқан кезде бұл той тарқамас екен деген ниет болды ардақты ағайын. Мынау асабалықты алғаш бастап жүрген кезде әрбір тамада, тойда жаттап айтып шыққан Төлеген Айберген ағамыздың өлеңі біреулеріңіздің болмасаңыздар да, біреулеріңіздің құлақтарыңызда бар болар. Естеріңізде болса, сол бір тойым бар өлеңнің бір шумағында бұлай деп айтылатын: дәл сол күні үйімді бет қалғауын, нысанаға қуаныш тоқталмауын, тілейтінім Құдайдан жылап тұрып, қазанымда бір асым ет қалмауын дейтін. Шынымен де бүгінгі қуаныш иесінің ниетімен сол өлеңдегі бір шумақтың ниеті бір сәйкес келіп тұрғандай ардақты ағайын. Осы тойдың ниетіне адамның қуаныш иесінің пейіліне беретіні сөзсіз. Олай болса, осы әкеміз бен анамыздың тойын соңына дейін бөлісеміз деген ардақты ағайын. Тойларыңызға, қадамдарыңызға нұр жаусын дейік. Алдарыңызға ыстық шай келсе, шайдан алыңыздар, дәмден алыңыздар. Тойымызды одан ары қарай жалғастырайық. Мынау енді өздеріңіз бағанадан естіп отқан боларсыздар. Бүгінгі шаңырақ көтеріп жатқан ардақты қани ұлдарыңыз бір үйдің жалғызы, бірақ жалғызы деп айтуға болмайды деп жатады ғой ардақты ағайын. Ақтан берді жырау жырлағандай, жағама қолдың тигені жалғыздық сенен көремін, жеңіме жамау тигені жарлық сенен көремін деген екен. Бүгінгі таңда осындай ағайын туыс барда, дос жаран барда, ел жұрт барда ғани ұлдарыңыздың жалғыздық көретінде, жарлық көретінде реті жоқ. Қазақта сөз бар: жерге қарататын жеті ұл бергенше аспанға қаратып жүретін бір ұл берсін деген. Осы ғани ұлдарыңыз сіздерді тек аспанға қаратып жүреді дегенге біз кәміл сенімдіміз. Мынау енді бүгінгі шаңырақтың төрінде жиналған қадірлі қауым, баршаларымыз осы шаңырақ көтеріп жатқан қос қолдарыңызға үкілі үміт артып отырмыз. Үміттеріңізді ақтауға лайықты жандар. Мынау Абай атамыз айтқан ғой: махаббатсыз дүние бос, хайуан қоны қос деп. Бүгін бір Алланың арқасы, одан кейін осы қос қолдарыңыздың махаббаттарының арқасыңызда біз бас қостық. Екі жас бақытты болсын, бақытты баянды болсын. Тойымыздың екінші дастарханын бір тамаша әнмен ашайық. Өздеріңіздің ардақты ұлдарыңыз, балаларыңыз, біздің бауырымыз Мұқағали бір тамаша ән арнасын бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Özüm
Мен өзім Нұрханды 7-8 жылдан бері танимын, Мұқағалиді да содан бері танимын, бірақ тойда ән айтқанын, халықтың алдына шығып өнер көрсеткен өз басым бүгін бірінші рет көріп тұрмын. Тыңдап тұрып, риза болып тұрмын, қонақтар да кәдімгідей құлақтарын түріп, ұйып тыңдап тұрса, бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Мен енді бір нәрсе түсінбей тұрмын да бұл жігіт. Үйленейін деп жүргеннен кейін ба қабағым түйіп алған настроение жоқ қой. Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы ғой. Ән айтқанда солай да дейді. Рахмет, қошемет көрсетіп қояйық. Орнына балаға шапалақ. Нормально. Анау бәріміз айтамыз ғой. Үйленген қалай екен деп жаңағы бір айдан кейін көрем деп оның бәрі әзір не дере жырбайға не. Мынау енді қадірлі меймандар, қадірлі қонақтар, біз дүбірлі тойымызды одан қарай тамаша тілектермен жалғастырайық. Мынау жалпы бүгінгі тойымыздың шымылдығын ашып, түндігін түрген той төріндегі әулетіміздің үлкені ақсақалымыз, әкелеріміз, аналарымыз болса, мынау екінші дастарханымыздың алғашқы ақ тілегін, осы екінші дастарханымызды ашсын деп тағы да аса қадірлі мәртебелі меймандарымызды ортаға шақырсақ. Қазақта сөз бар ғой, әкенің жақсысы жездеде деп жатамыз. Ол әрине әкенің қадірін түсіру емес, жезденің мәртебесін асқақтату деп білем өз басым. Бүгінгі таңда, бүгінгі шаңырағымызда, бүгінгі тойымыздың төрінде отырған осында Данабек әкеміздің аса қадірлі әкесіндей болған ардақты сұлтан жездесі бастаған бір топ аға, апа жезделері, жиендерін ортаға шақырсам ба деген ниетім бар. Тойымыздың екінші дастарханын өздеріңіз ашсаңыздар деген ниетіміз. Олай болса, қошемет болсын, қайдасыздар, келіңіздер. Осында ғани ұлдарыңыздың да апа жезделерін шақырсам. Рахмет. Ана әйелі тойларың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, қосылып жатқан еңшек бақытты абыройын несібелі мәртебелі болсын. Кеш жарық осы кештің қадірлі қонақтары, құда-құдағайлар, бауырларым, жақын жуықтарымыз. Мен енді мына Дана жанымның бауыры болғасын шамалы кешірім өтінемін сіздерден, азғана көбірек сөйлеймін. Айналайын, жаңағы мына бірінші осы жаңа Мұқашжан бір әке деген әнді орындады осы тойды басталар шақта. Бәріміздің осы менің бауырым көкем Мұқабек, менің әкемдей болған бауырым, женшем, анамдай болған женшем, барлығы көз алдымыздан киноның лентасына тізіліп кетті. Міне осы әулетте біз, менің әкемнің інісі, бауыры Мұқабек көкем бірге жасап, бірге тұрған бір шаңырақтың астында, бір қазаннан тамақ жеп, осы барлық осы бауырлармен ойнап күліп өскенбіз. Не деймін енді айналайын Данажан, Алена. Осы сендер осы қараш барлық бауырларыма құтты болсын айтамын. Тойларыңыз той қаласын, құда-құдаларға, құдағайларға. Мына осы әулетте көкем мен жеңшемнің қара шаңырағында отырған Дана мен Аленаны біз жасы кіші болса да, өздері кішкентай болса да, біздердің бір кішкентай баламыздай ғой былайынша айтқанда. Бірақ олардың жоны үлкен деп біз өз басымыз, мына Қожекен екеуміз үлкен бір дәрежеде көреміз. Ағаларынан енді әйтеу бәрінің орны өз-өзінде ғой. Бірақ осы Дана мен Алена қара шаңырақта отыр, көкем мен жеңшемнің шаңырағында келгендей боламыз. Айналайын Ғанижан, Махаббат, міне осы қара шаңыраққа келіп, Махаббатжан келін болып түсіп жатсын, осы қуанышың ұзақтарынан болсын. Ғани екеуің мәңгілік бақытты болыңдар. Осы қара шаңырақтың әулетінің татулығын, бақытын жалғастыратындай отбасы болыңдар айналайын. Дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Біздің емес, бүкіл елдің сыйлы ұлы қызы болыңдар, келіндері болыңдар. Барлықтарыңызға да той құтты болсын, той қаласа берсін, барлықтарыңызға да бақыт тілеймін. Бүгінгі тойға келіп отырған жалпы шидан ағашылардан бөлек жиендер қауымы бар.
жиендер қауымы. Апа болмаса жиен қайда шығады дейді. Жалпы баршалардың орны бір төбе бөліп жарар жоқ. Ары қарай жол үлкен аналарымыз жалғастырсын емекеніз. Құрметті, бүгінгі қуанышты тойға жиналған жалпы қауым, баршаңызға бүгінгі қуаныштың құтты болсын. Құрметті де қымбатты болған құда-құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына балапандарыңыз бақытты болсын. Алтана мен Алинаға айтатын, тойларың тойғаласын, қуаныштарың мәңгілік болсын. Бақытты болыңдар өздері. Ғанижан мен Махаббатжанға айтатын өмірлерің бақытты болсын, сәнді де мәнді болсын. Ғанеға айтатын, ақ сөйлеп адал күлетін бол, шындықты жақтап жүретін бол, үлкендерді құрметтеп, сыйластықтың сырын білетін бол жаным. Махаббатжанға айтатын, бүгін балапан келін болсаңыз, ертеңгі күні дананың жалғастыратын ана келін болыңыз. Бақытты болыңдар. Барлығы көңілдері босатындай сөз бәріміз де кішкене не қылып. Бүгін себеп пен себеп арбаған ет дейді ғой енді. Міне тойшыл қауым. Бүгін енді барлығымызға осы екі жастың арқасында Алла Тағала осы тойға келуді нәсіп еткен екен. Біріншіден қадамдарыңыз құтты болсын. Екіншіден міне бауырым Дана. Мен де көңілін босатпай-ақ қояйын, әліне айналайын. Жаңа Абай атамыз айтады ғой, көзімнің қуанышы нұры балам, адамның бір қызығы бала деген деп, міне үкілеп отқан ғанем. Бүгін сендер шаңырақ көтеріп, сендерді ел жұртын қуантып отыр екен. Алла осы қуаныштарыңызды ұзағынан сүйіндірсін. Енді не айтайын басқа? Мына құда-құдағиларға да осы тойларыңыз құтты болсын дейін, қыздарыңызды қияға қондырып отырғандарыңыз сіздерге де ұзағынан болсын. Екі жақтың ауызбіршілігін тілеймін. Мынау Ғани енді анау емес, ерекше бала бұл енді. Бұл қара шаңырақта өскен әке-шешенің енді немересі болған, менің марқұм болған қасиетті анам. Осы Ғанишімнің тойын көрер ме екенмін дейтін еді. Бүгін енді ол кісі көрмесе де Аллаға мың шүкір бізге нәсіп етті, осы және де ұзағынан болсын. Бүгін енді несінен бір аунап тұрып жатқан шығар. Осы тойшыл қауымға енді сөзімді ұзаққа созбай-ақ қояйын. Осы бүгінгі барлықтарыңызға тек Алла жақсылық нәсіп етсін. Сол енді. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Ғанижан махаббат көтерген шаңырақтарың биік, керегесі кең болсын, махаббаттарың мәңгі болсын. Құрметті қонақтар, аға жеше, бүгінгі қуанышты тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, көтерген ағатаулардың іші сәнді де мәнді, көңілдерге нұрлы сыйлар күн болсын деп тілейміз. Өмірде бақытты болыңдар. Дәке, той құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Бәріңізге той құтты болсын. Болды ма? Ғани, бауырым, Махаббат, бақытты болыңдар осы қуаныштарына. Қуаныштымыз. Тойыңды айтамын. Тойдан тойды есе. Бәрекелді. Мынандай тілекті айтпаса сөздің арта сөйлеші. Ал басқаларыңыз қосыласыздар ғой, мына жерде бір апамыз бар дейді, әнді ой сұмдық айтады деп естіп отырмыз. Сол ортадан бәріміз кетпейге апамыздың бір ауыз өлеңін тыңдайық, содан кейін ары қарай бері аңды жалғастырамыз. Құттықтап келіңіздер жас той еді, кетпейміз, ортада қаламыз. Altyazı
Айтыңыз бір ауыз құттықтағанша сіздер айтыңыз, сосын билейміз. Жеңгелеріміздің сұрауы бойынша өзбекше ал кет тұрарды да билейік. Келіңіздер ортаға биге. Xorazm.net'da premyera. Qizganda krasiva, meni ganda captiva. Urganchdan shu menimcha yaqiva. 90 ekan numeri, qop-qora hamma yeri. Ko'z oldimdan ketmaydi shundan beri. Qizganda krasiva, meni ganda captiva. Urganchdan shu menimcha yaqiva. 90 ekan numeri, qop-qora hamma yeri. Ko'z oldimdan ketmaydi shundan beri. Sevib qoldim men shuni nahotki chiroyli rastdanam Selena Gomezdanam yurak menda qotdi edi tashdanam boshqa tekan nahotki so'ylashlar chotki sevib qoldim men shuni nahotki chiroyli rastdanam Selena Gomezdanam yurak menda qotdi edi tashdanam Бүгінгі қуанышқа әннен шаршы жассын. Қайшым ғана болған, епшіңім, үйреткен мұны өмірді барлық саған. Жербетін кездермен, сіздердің көздеріңнен, көңілге
ешкімнен сезбедім мен. Анашым мақсат беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қатенен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны, ұқтырды біз екенін, бақытқа балараны. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны, ұқтырды біз екенін, бақытқа балараны. Сендердің арқаларың жүргеніміз, алаңсыз күн өмірде күлгеніміз. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтемін. Әрдайым бірге жүрсек, түгел ғой бар керегім. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтемін. Әрдайым бірге жүрсек, түгел ғой бар керегім. Менің қос бәйтерегім, менің қос бәйтерегім. Ай бәрекелді. Анамыз кетпеңіз, мінекей тойдан тоқтай сый болсын. Мыңда бір алғыс. Ортамызда шалқырап жүрміз осылай. Ал ардақты ағайын, әнді әнге жалғайық. Анамыздың әсем әннен кейін ортаға қазақтың қасиетті қара домбырасымен бір ән шырқалса деген ниет болып жатыр. Қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кең бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра десек, қазақтың қуанышында, мұңында ақтара білген домбыра ардақты ағайын. Қазақты жақын алыс шетелдерге таныстырып жүргенде осы қазақтың қасиетті домбырасы. Олай болса, мен ортаға Мұқағалиұлдарыңыз тағы бір мәрте шақырайын, бір тамаша ән тарту етсін, қабыл алыңыздар. Қазақтың қасиетті күрең шанақты қара домбырасымен қабыл алыңыздар. Ақ сиса, қызыл сиса, сиса, сиса. Қалмайды күндер жаяу сорлы қылса. Аттыдан жаяу жүрген кек атқан, жігіттер шаман келсе маған ұқсамай. Аттыдан жаяу жүрген кек атқан, жігіттер шаман келсе маған ұқсамай. Жүк болсын ба? Ал, жүк болсын. Осыдан кейін осы жігіт ұстарда бермейді. Ал. Ал ақан серінің аты Балғадишан айт. Balgadişa, Balgadişa.
шіркін айхан Хадижам вай şirken ayıza Ай, бәрекелді, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мұқағали балаларыңызға бар, шапалақты шар ұрсаңыздар. Ақиқат Мұқағали жырлағандай достыққа жүрмін. Мойын қадірлі меймандар, келесі сөз кезегін жаңа құдаларымыздың үлкендері, жалпы нағашылар қауымы, аялы махаббат қызымыздың тілегін арнап жатса, осы ортаға келіп отырған құдамыздың құдалары, достары болса, ортаға шықпай қалған қадірлі қонақтарымыз болса, жалпы өздеріңізге келесі сөз тізгінін берсек, жаңа құдаларымыздың достары, осында құданың құдасын баршаларын ортаға шақырсақ, келіңіздерші. Мынау енді біз баршаларыңыздың аттарыңызды атап, түрлеріңізді істеп жатқан жоқпыз. Жалпы бүгінгі тойға бөтен ешкім келген жоқ. Бәрі ең жақын ағайын туыс, дос-жаран, құдалар. Сондықтан келіңіздер, ортаға өздерін шақырайық. Жаңа құдаларымыздың құдалары, құдағилары, достары, келіңіздер. Бәрекелді, бәрекелді. Құдалар жақтан ортаға шықпай қалған қонақтарымыз жоқ қой. Ал қадамдарыңызға нұр жаусын, қош келдіңіздер, мінекейіңіз аға. Ал міне тойға жиған қалайық. Біздер мынау Артықалдың құдасы, мынау Дананың жиені, бір жағы қайнағасы. Дендері сау болсын, балдар бақытты болсын, отбастары аман болсын, өздерінің ойнаған келіні болсын, кемалға күйеу болсын, жақсы. 1000 жылдық жүзілік деп атыр қой. Жақсы семья болсын да. Құрметті қалайық, міне бүгінгі той барлықтарыңызға құтты болсын. Біріншіден дендеріңіз сау болсын. Мен әлжан құда жағынан болса, мен бауырым жағынан сөйлейін. Дана Жылайдың қызымын мен. Дана Алена балдарың үйленіп жатыр, той құтты болсын. Біріншіден тігіп отқан ақ отаулардың шаңырағы биік, босағасы берік, керегесі кең болсын. Әрқашан осы үйге туған туысқан үйін, бауырларым үйіне тойға келейін. Той жұғысты болсын, барлықтарыңызға құтты болсын. Ай, бәрекелді, рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын, мыңда бір алғыс, той дүріне жайғасуларыңызға рұқсат.
жастар қапасына келіңіз аға. Жоқ, билемейсіз, сіз үшін мен билеп беремін қазір. Жастар қапасына келіңіз. Жастар отыра беріңіздер, иә. Құқтай берсеңіздер болады. Ал енді қадірлі қонақтардың оң жақтағы бағанағы біздің қонақтарымыз бар еді ғой. Махаббаттың командасы қайдасыздар? Ай, жеңеше мінекей. Шабалақ ұрып, қаттырақ қошемет көрсетіп бәрекелді. Тамаша, керемет. Сол жақта қонақтарымыз қайда? Ғанидың командасы. Шабалақ, молодцы. Енді былай болсын, маған ортаға мына жақтан үш жеңешеміз, жалпы, немесе қарындастарымыз болса болады, не обязательно, замужем, не замужем, бәрі болады. Үш әйел заты, мына жақтан үш әйел заты шықса. Жылдам. Келіңіздер, ортаға келіңіздерші. Қыздар, қарындастар, жеңгелер, құдашалар, апкелер, қайдастар. Келіңіздерші, үш адам. Менің атым Бақыт, өте қошын. Есіміңіз кім? Менің атым Бақыт кім? Гүлжан құда, сіз құдақи боласыз бар жақтан. Мына жақ құдашалар, ой, бәрекелді. Бір шапалақ ұрып қояқшы, өздері кәдімгідей атын ататпай, өздері ортаға алып шыққан құдақи құдашаларымызға. Есіміңіз? Гүлшара, Гүлзира, Ардақ және неважно. Ойнап айтам қалай? Жеңіскүл. Бәрекелді, бір шапалақ ұрып қойып, қошемет көрсетіп қойып. Енді былай, ойынның шарты қазір. Мына кісілерді қолдап отырған командалар бар ма? Бір қошемет көрсетіп қойыңыздаршы, бір сотка әкеп беріңіздерші, кім-кімді қолдап отыр, бір сотка, селфи камерасы бар, сотка әкеп беріңіздерші, бір мына кісілерге. Тезірек, өзінің соткасы болса, өзіңіздің алып келіңіз, пин-кодын білесіздер, зато. Тезірек, жылдам. Пин-кодын сұрап алыңыздар қазір. Блокқа түсіп қалып жүрмесін. Ойынның шарты былай. Қазір 21 ғасырдың тренд дейді, модусы қазір. Селфи, ауыруда селфи деп айта берсек артық айтқанда емес. Қазір мен айтам, кез келген бір адамды атауы мүмкін, мысалы, шаш жоқ адам деу мүмкін да, сіздер залдан тауып аласыздар да, сол кісімен селфи түсесіздер да, жүгіріп келіп осында отырасыздар. Үлгермей қалған адам ойыннан шығып отырады. Келістік па? Жүгіресіз ба, құдағи? Нормально, да? Селфиға түсу білесіз ғой? Шақ. Аха, болды. Дайынсыздар ма? Ал, сонымен бірінші галстук бар адаммен фотоға түсеміз. Жылдам, селфи. Жылдам. Тез. Бар ма? Галстук, молодец. Отырыңыз, орныңызға бір отырып қойып. Ана екеу қайда кәндей тезірек бітті ғой. Жылдам. Жүгіріңіз. Рахмет. Приз утешительный бар ма? Келіңіз, бәріне келіңіз. Келіңіз, мінекейіңіз, рахмет. Сіз не істедіңіз? Магазиннен галстук сатып алып, фотоға түсіп көрдіңіз. Ай, молодец. Шапалақ ұрып қойға бір қошемет көрсетіп, молодец. Ал, дайынсыздар ғой, Ал, ары қарай келесі мұрты бар адаммен фотоға түсеміз. Бар ғой? Дайындап отырамыз. Мына жерде бір ағамыз мұртын бүйтіп тұрып түсіпті құдай. Келіңшілер ғой. Үлгермей қалдыңыз ғой. Приз берді ғой. Рахмет, тәстес. Айттым ғой не важно деп. Ойнап айтам. Шапалақ ұрып қояды, қошемет. Дайынсыздар ма? Дайынсыз, бәрекелді. Жүрек қалай аба? Нормально ма? Мына кісі қазір скорый шақырып жүрмесін. Болмаса бересің тастарға, қайтесіз. Ал, ары қарай кеттік. Ақ жаулықты анамен түсу керек. Жылдам.
жастармен жағаласып жүрген. Рахмет, шапалақ ұрып қой, қошемет көрді. Бәрекелді. Бар ма? Фото мен қарамаппын ғой, бәріңді сені. Мына кісі ажалықты ана екен ғой, папа еді. Бәрекелді, ары қарай дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар кеттік. Осы тойдағы ең красавчик жігітпен фотоға түсеміз. Жылдан. Фотоны көрсетеміз, фотоны. Бері қарай келіңіз сіз. Сіз бері қарай келіңіз, я. Бері қарай келіңізші. Кіммен түстіңіз? Сіз мына жаққа мен жүгіріп тұрмын ғой, міне нормально қасына. Шық отыра салдым. Ар жақтан бүкіл залды айналып деп. Рахмет, приз. Қарындас бұлар. Мына кісі дәс болды. Мына үшін мына жақ командаға алып. Дайынсыздар ма? Точно дайынсыздар ма? Так, бұл кісілер қайда жүгіртсем болады екен. Так, Қарағанды деген знак қабар түспеңіздер, сен жүгірейін деп тұрсыздар. Әрине, әзіл, бір шапалақ қошемет көрсетіп көзілдірікті адаммен. Ойнап айтамын, құдай болды. Тура қайда жіберсем соны жөнелді. Былай болсын. Отырыңыз, иә. Отырғаныңыз орын табады дедік қой. 2 жаспен селфи. Дұрыстап, қасынан качествені. Қасынан качествені. Сіңіз. Ал ашыңыз. Аспай, ат души түсіп келіңіз шына жерге. Есі өтіме, гүлді ерамет, гүл. Келіңіз, жүгіріңіз бер қарай болып келіңіз, я. Орын тұсап келіңіз бер қарай. Келіңіз. Ал фотоларды көрейік. Қасынан качественный дедік, е? Мен сөзімде тұрам. Рахмет, приз беріңіз на қарындасыңызға. Мына кісі жеңімпаз үшін фиолет билет. Жеңімпаз. Мына кісі тойдан тоғықтай бір. Рахмет, дастархан баса келіздер. Қошемет көрсетіп қояйық. Ой, сонымен общий командный счет тағы да мына жағалға шығып кетті. 2-0. Шапалақ ұрып қояйық, қошемет көрсетіп қояйық. Махаббаттың командасына. Қане, спокойно жүресіңіз оты. Бәрекелді. Ары қарай тойымыз жалғастырайық, ардақты ағайын. Тілек. Ал мен ортаға, ардақты ағайын, қадірлі меймандар, бүгінгі қуанышымызға мінеге қаншама ағайын туыс келіп, дос жараның басы бір арнаға тоғысып жатса, осы бүгінгі тойымыздың, бүгінгі тойларыңыздың тізгіні маған бұйырып, осы ортаға шығып алдарыңызда реті келгенше, мүмкіндігіміз келгенше қызмет қылып, өнерімізді паш етіп жатырмыз. Ол әрине осы бүгінгі шаңырақта, осы таңда, осы әулеттің ұлы Нұрхан балаларыңыздың арқасы. Нұрханмен жолдаспыз. Сол бір ауыз сөзін жерге тастамай бүгінгі таңда алдарыңызға қадам басып келіп едік. Мен енді ортаға қадірлі қонақтар, сіздердің қошеметтеріңізбен Нұрхан ұлдарыңыз шақырайын, енді мақтап таныстырып жату керек емес деп ойлаймын. Рахмет беге. Алла деп азан айтам баралапқа. Ұлт едік қой берік болған аманатқа. Көмейімнен жыр төгіп, мен де бүгін шалқып тасып қайтайын қанағатқа. Шыбынтаймен әлімбеттің ізі қалған қазақтың ұл қыздары саламат па. Амандас болайық баршаңызбен, жал біткендей болмасын жаманатқа. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім. Той тойлаған осынау жамағатқа. Той құтты болсын ағайын, той боласын. Маған Мекке, Мәдине, Венеция, Парижне, туған жердің шөліндей ыстық емес әрине. Жананамдай қадірлі менің туған байтағым, жердің жәннат жұмағы Қызылқұм деп айтамын деп. Өмекең жырына қосқан сол Қызылқұмнан осы Сарыарқаға келген соң, әрине араласатындап дос іздедік. Келген соң мынау балықтың тілін бақа түсінеді деп біз Өзбек жерінен келсек, Ұлан Батырдан келген менің досым бақыт ұлдарыңыз бүгін тойдың тізгінін алған еді. Бақыттың құрметіне бір қол соғайықшы. Құрағына сұрап отыр, месіне қайда қолда оралмамыз. Қуанышты болсын, тойда боласын. Ал енді мынау көргендің баласын төрге шығарсаң, көпке қарайды, көргенсіздің баласын төрге шығарсаң, көпке қарайды дейді. Ал енді осы тойға қонақ қылып шақырып алған соң, енді бақыт рұқсат болса отырып тамақ жеп ал. Мен тамақ жесін деп алдым, мен той басқарай деп алған жоқ, отырамыз ертең. Әрі қарай өзім аламын тізгінді. Қуаныш құтты болсын.
Тойларыңыз той болсын ардақты ағайын. Бағана да айтып жатырмыз ғой, міне Данағам мен Алена жеңгем осы қуанышты көптен бері арман етті. Ұйықтаса түсінде көретін, ояу жүрсе әрдайым есінде жүретін. Дүбірлі тойын болып, ғани үйлене қалса, алысқа қатшы беріп, жақынға атшы беріп, жаны жайсаң жақсыларды алайық. Мен бұл жерге бөтен ешкімді емес, бас ауырып балтырсыз айғаса жанашыр болатын тек жақындарым жиып жатырмын деген соң бағана бақытқа айттым. Бұрыннан да біз ауылымыз аралас болған, қойымыз қоралас болған, төсекте басымыз қосылып, төскейде малымыз қосылған елміз. Бұл жерде барлығы бір-бірін таниды. Сондықтан аттарын атап түрлерін үстемей-ақ ақ тілегіңді бере бер деп өзім рұқсат берген болатынмын. Ал енді сол үй ішінен үй түссе де, одан да жыл болады деп бәке кеше құдалықта өзіңіз айтқандай туыс болып, бұрыннан да араласқан еледік. Міне ғани мен махаббаттың арқасында туыстығымыз тағы да мың жылдыққа жалғасып жатыр. Екі елдің арасына салынып жатқан алтын көпірдің іргетасы мықты болсын, құда болғанымыз әбеке құтты болсын, той-той боласын. Ал енді мен бұл жерге бір өзімді көрсетейін, бірдеңе деп шығып жатқан жоқпын, айтып жатырмын ғой, жаңа бәкеңе де бір азғана демалатын уақыт берейік. Мынандай тойда ән керек, жалмауызға да жан керек, тамаша болсын. Қуанышты болсын. Жалпы енді жасыратын жоқ. Мақтанатын жерде мақтанамыз, кейде мақтана алмайтынымыз да бар. Бір баласы бардың шығар шықпас жаны бар, екі баласы бардың өкпе бауыр жалы бар, үш баласы бардың Самарқан мен Бұхарада да малы бар, төрт баласы бардың айға салатын жолы, 10 баласы бардың қамал алатын қолы бар дейді. Ғани айналайын, өзің де жақсы білесің. Біз көппіз деп мақтана алмаймыз. Нұрмаханнан жалғыз Опабек болса, Құдай Опабекке 5 бала берді. Бірақ сол 5 баласында да көп емес. Әділбекте жалғыз Мәди, Жайнарбекте жалғыз Дархан, Әлиде ғана екеу, Қанибекте Ерхан, данадан өзіңсің ғой. Бүгін айтып жатқан тілектің баршасы қабыл болып, енді сен өсіңдер өніңдер. Біз мынау Ғарифолла есім айтады, келіннің аяғынан келген құтты қалықпыз деп. Бізге келіп жатқан құдалар келіндерің боп, бізге зот жатқан қыздарыңыз құтты келін боп бесін. Данағамның ұрпағын айға салатын жол қылып, қамалатын қол қылып, өсетін өндіретін келініміз болсын. Ал енді солардың қуанышына мақтанып марқайып жүрейік. Жақсы мен жақсы құда болса арасында жорға жүреді. Жаман мен жаман құда болса бір-біріне зорға жүреді. Кедей мен кедей құда болса арасында дорба жүреді деп жатыр. Ал енді құдеке арамызда жорға жүрмей-ақ қойсын мынау. Қарағанның қысы қатты ғой. Қатты қыспаса қайда өлген таппай қаламыз жорғаны. Дорбада жүрмей-ақ қойсын. Қазір дорбандар китайский болып кетті, құны жоқ. Одан да екі елдің арасында осы екі баланың қуаныш хабарынан сүйінші жүрсін. Осы көретін немерелеріңіз, көптен бері күтіп жүрген немерелеріңіз жүрсін аға. Бір жыл сол немереңіз сіздің қасыңызда болсын. Бір апта сіздің қасыңызда болсын де. Қуанып солардың қуанышына тоймай жүре беретін сәтті Алла нәсіп етсін. Бүгін айтып жатқан тілектің баршасын қақта қалам қабыл етсін, той құтты болсын. Екі жас бақытты болсын деп тағы бір қол соғып қояйық шағайын. Жалпы өз данағамды жақсы көремін. 19 жас үлкен болса да кейде қатарында көріп ақылдасып отырады, тойды не істейміз, не қыламыз дейді. Мен аға талай тойды көріп жүрмін. Қазір қанша асаба шақырсам да, әнші шақырсам да, биші шақырсам да келеді. Бірақ халық билейтін, сөйлейтін уақыты болмайды. Құрашын миын ашып аламыз. Одан да мынау арқаның төсінде азулы асабалардың қатарында Бақыт деген досым бар, соны шақырайын, Мұқағали ән айтсын, екеуі ғана жақсылап өткізіп берсін деп жатырмын. Бірақ тағы бір идея мен болды, дастарханыңызға арақ қоймайыншы деген. Ағам сөзін жерге тастамай арақ қойып жатқан жоқ. Есесіне берекелі той болып жатыр. Осындай берекелі дастархан, осындағы мейманның баршасына жұғысты болсын ағайын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Бір күні Алена жеңешем сияқты анамыз бір келін алған ғой. Той өтіп, қонақтары кетіп, таңертең алыпта тұрыпты жас келіннің шайын ішейін деп. Күшті шай жоқ. Келін ұйықтап жатыр. Оған ұрыс алмайды, ол да біреудің мәпелеп өсірген ерке қызы. Бірақ ене шыдай алмайды, келінге бірдеңе білдіру керек. Шыдай алмаған соң, дауысын әдейі қат шығарып, диванның үстінде ұйықтап жатқан мысықты бар қылғындырыпты. Оңбаған, шесің ұйықтайсың деп келін кестіріп. Сөйтсе келін не қойбен сыртқа шығып қораз ұстап қылғындырып жатыр дейді, не өзің ұйықтамайсың, не өзгені ұйықтатпайсың деп. Келіп жатқан келіндеріңіз ондай келіндерден бет аулақ болсын. Тағы бір келін үйінде түк тірлік істемеген соң атасы мен енесі ақылдасыпты. Мына келінді арман етіп едік, бірақ үйдің жұмысын араласпай қойды ғой. Таңертең алтыда тұрма, үйді өзім сыпырайын. Сен сол кезде сыпырғышқа жабыс, мен бермеймін. Екеуміз даусымызды қатты көтеріп 15 минуттай таласайық. Сол кезде ұйқысынан оянып келін ұялар деген ғой.
Атамыз үйді сыпырайық деп сыпырғышты алып, сыпырып бастаса әжеміз шығып, ей қақпа саған не көрінді, әке сыпырғышы өзім сыпырам деп даусын көтереді. Бермеймін деп атам, бер деймін деп әжем айқайлайды. Осы екеуінің даусынан оянған келін шығып айтатын көрінеді. Не болды үлкен достарыңызбен таласып? Бүгін атам сыпырсын, ертең ертең сыпырады деді. Ондай келіндерге махаббат сенің бетіңді аулақ қылсын деп жатырмыз. Құтты келін бол. Өйткені қойшының таяғынан келіннің аяғынан құтты өтін біз. Аттан жығылсақ та салттан жығылмайтын қалыппыз. Жалпы Бауыржан Момышұлы елімізге барып, Алматыға келгенде айтқан сөзі бар еді. Келіндері басынан жаулығын тастамайтын, үлкеннің алдын кес-кестеп өтпейтін, қайын жұрттың атын атамайтын, қазақтың қаймағы ұзынбаған аралы көрдім. Нағыз қазақ көрем десең, Тамдыға бар деп. Енді ол жерде өздерің ұмытып қалған болсаңдар, ата-аналарың сол жерден шыққан. Біз Тауелбайда табалдырықты аттаған әрбір келінді өсиет айтып қарсы алатынбыз. Сол жолмен атадан балаға ескіден жаңаға жалғасып келе жатқан жолмен бізде қолымыздан келгенше ақылымызды айтайық деп шықтық. Әрине жас емессіңдер, керектерін аларсыңдар, керек емесіне өздерің білесіңдер. Бісміллә деп бастайын, тыңдаудан келін ерінбе. Үлкен талап қойылады жаңа түскен келінге. Қиындау болар сен үшін, көндіге кету әрине, келін болып келген соң шыдайсың қалқан бәріне. Өз үйіңде арайлы, әлімбет елінің қыз едің. Сәті түсіп мінекей келін болдың сызылып, Шыбынтай еліне қолайлы. Мен айтайын ақ тілек, орындасаң мүлтіксіз, боласың қалқан талайлы. Бірінші тілеу, еш уақыт, қайын жұрт атын атама, мейірімді бол атаға. Ат қойып ал кішіге, темек қозы ботаға. Одан әрі тыңдай бер, ақ тілектің біреуі. Тартып жүру орамал бақ дәулеттің тілеуі. Ескіден қалған бұл әдет, ырымда болар елсенер, жалаңбас жүрме ешқашан, дәулетті оп бақтары, ырысты болғың келсе екен. Одан әрі тыңдай бер ақ тілектің біреуі. Төрге шықпау деген бар, бұл шаңырақ тілеуі. Ағайынмен әр уақыт толады ырыс кезеңіз, төрге шықпай ешқашан, шаңырақтың санартып үй көбейсін десеңіз. Одан әрі тыңдай бер ақ тілектің біреуі. Сәлем салу иіліп азамат ердің тілеуі. Сәлеміңді аяма, осылар аман болып жүрсін, десеңіз келін үнемі деп. Жергілікті ақындарымыздың келінге өсиетін оқыдық. Алла осы айтып жатқан ақ тілектің баршасын ақ келініміздің бойынан көрсетсін деп тағы осы. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дейді қазақ. Көкейінде осындай сұрап жүрген бір көкеміз Мейман боп деген Дінмұхамед Қонаевтан сұрайды ғой. Қазақ әйелді жақсы жаман деп екіге бөледі, бірақ соларды қалай ажыратамыз деп. Сонда Дінмұхамед Қонаев былай деген екен: жаман әйелдің екі пышағы болады, біреуі қолында. Онымен дастарханыңдағы наныңды турайды, екіншінде тілінде. Онымен бітірмей жаныңды турайды. Жақсы әйелдің жүзінде шуақ болады. Қонағы келсе, қызметін көрсететін қолында оқтау болады, ашуланғанда тілінде тоқтау болады деген екен. Ал енді сіздердің де құдалар өсіп өнген қабырғалы ел екендеріңізді білеміз. Келіп жатқан біздің келін сіздердің қыздарыңыз жаман болатынына ешкім сенбейді. Ал енді бүгін айтылып жатқан ата-анасының, ата-әжелерінің беріп жатқан барша мейманның баталары қабыл болып, біздің махаббаттың қонақ келсе қызметін көрсететін қолында оқтауы, ашуланса тілінде тоқтауы, етегінде екі бала жүретін, жетегінде жеті бала жүретін дана қамның абыройлы келіні болсын деп тағы болса қуанышты болсын. Ал енді осында бұл да ағамның мәртебесі. Алысқа хат жіберіп, жақында ат жіберіп, біраз ағайынды шақырды, сөзін жерге тастамай. Міне, жаңа бақытты тіліне тиек етті, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатқан қадірлі меймандарды атап жатыр. Сонау Атарылды балыстан ыстық сәлемін алып, Қаныбек ағам Өзбекстаннан келіп жатыр. Қаған қайда бір тұрып қойыңызшы. Зілиқа жеңше, тұрып қойыңызшы. Не бердім, уәдемді орындайын. Ағызылы жеңешем айтып еді осы. Қарақалпақша музыка қойып бір билеп берейін деді. Келіңізші жеңеше, сіздің құрметіңізге қарақалпақша болсын, бір жақсылап билеп алайық, қуанышты болсын. Келіңіз жеңеше. Қасына Жұмат ағам қосылам деген, уәде жұмеге келіңіз. Қуанышты болсын. Ал, қарақалпақ жеңешем менің жақсы көретін. Жіберші кәне, кеттік, қарақалпақша.
Мен ұмытып қаптым. Қарақалпақша емес қой деймін? Қадиба ағам. Қадиба ағам қатырады. Жаңа бір асылдан жібер. Кеттік ал. Çalçalay, saz çalçalay, çalçızın çalçalay, oynamadan kalmasın, yaşlasın çalçalay, 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 çalçızın çalçalay, oynamadan kalmasın, yaşlasın çalçalay. Sazandalar canında güzel kızlar oynasın, sazandalar canında güzel kızlar oynasın, güzel kızlar içinde, kızlar içinde, yiğitlerim oynasın, yiğitlerim oynasın, çalçalay, saz çalçalay, çalçızın çalçalay, oynamadan kalmasın, yaşasın çalçalay, 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 çalçızın çalçalay, oynamadan kalmasın, yaşasın çalçalay. Ой, рахмет. Рахмет аға. Төрлетіңіздер. Келсеңіздер, той деп келіңіздер. Барсақ бізде шаңырағыңызға той деп барайық. Қуаныш құтты болсын. Ал енді ардақты ағайын, мен ақ тілекте емес, осындағы ауылды сағынып отырған ағайындарға тамды мәнім деген бір әнді тартып өткім келіп тұр. Қабыл алыңыздар. Қуаныш құтты болсын ағайын. Удай қанатқан әппағаны, таңдының ертеңіне шаттанамын. Ақтаудың соң қарышқан шыңдарынан, талпынып болашаққа аттанамын тамды мәнім. Ақтаудың соң қарышқан шыңдарынан, талпынып болашаққа аттанамын тамды мәнім. Олғырған алым бояу дала сәнім, бәрі бар қиял жетес тамашадан, бастатқан маржан нұрын арудалам, жанымды нұрландырар болашағың тамды мәнім. Бастатқан маржан нұрын арудалам, жанымды нұрландырар болашағың тамды мәнім. Өзіңе тартқан сұлу ән арнасам, туған жер жарқылдаған жанардасам, алдымнан арман болып сылаңдаған, ай күнің жүрегімде алауласын тамды мәнім. Алдымнан арман болып сылаңдаған, ай күнің жүрегімде алауласын тамды мәнім. Ой, рахмет. Рахмет. Ал, ардақты ағайын, алтын бастарыңыз, ақтастарыңға жайғастырыңыздар. Беліне безендірілген ер салып, тұяғын алтынмен тағалап, тойхананың алдына кеп байламасақ та, сол атқа татитын ақ тілегіміз бар деп келіп отырған
ақ ардақты ағайын Құдайға шүкір аз емес. Бағана бақытты айтты жалғыздық пен жоқшылық туралы. Ал енді Құдайға шүкір ағам өзіңіздей ағайын туыспен дос жарамен құда жекжатпен мақтанатыны сөзсіз. Қазақ үшін бақыт ол ағайынның көп болғаны, ол қызының көп болып аман болғаны. Сөзімнің дәлелі Махамбет мақтанушы біз өтеміз сен он едік, онымыз атқа қонғанда жер қайысқан қол едік деп. Абай мақтанды әкеден 6, анадан 4 жалғыздық көрер жерім жоқ деп. Бүгін міне Данаған мен Алена жеңгемнің басы айналып жатса, ол бақыттың белгісі. Шаңырағы шайқалып жатса, ол шаттықтың белгісі. Сол шаттандырып бақыттың бастығынан алдып жүрген өздеріңізде ағайын туысы аман болғай. Соның ішінде Руслан Нұрбай ағамыз жырына қосқандай, дос дегенің шағарып не бәрі, бірақ кейде сол шәріп туыс деген 4 әріптен жоғары деп. Осында дос деген тек атауға сыймаса, жанашыры, көршісі, бауыры, туысындай болып кеткен осында бір топ достары, кластастары келіп отыр. Ақтілектің алаңына ғани мен махаббаттың әкелері мен аналар деп шақырған дұрыс болады. Келіңіздер, қуанышты болсын. Ал жақсы. Құрметті қонақтар. Осы 2 жасқа бақыт тілеймін. Дана, Алена, әрқашанда дендері сау болсын, осы келіндері қызықтап жүре беріңдер. Шаңырағы биік, керегесі кең, терезесі тең болсын, әрқашан дендері сау болсын. Ден сау болса, сендер бәрің бақыттымыз. Дендерің өсін той болсын. Бәрекелді, рахмет. Ал енді құрметті ағайын туған туысқандар, бүгін үлкен той, қуаныш, бізге ортақ той. Сондықтан бүгінгі тойларыңыз тойласын, той құтты болсын. Әрқашан осындай тойлар әрбір отбасына жұғысты болсын. Дана, Алена, айналайын сендердің осындай тойларыңа ортақтасып келіп неге көріп тұрсыңдар. Сонша достарыңды осындай үйінде шаңырағында үгірлі шүбірлі бала-шаға толы болсын. Көп болайық, өмір жастарың ұзақ болып, дендерің сау болып, 2 жас бақытты болсын, бастарың аман, дендерің сау болсын. Жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орынмен айтылатын сөз қымбат, өміріңнің қызығы, ұлыңмен қызы қымбат, бәрінен де артта қалған із қымбат дейді Төле би бабамыз айтып өткен. Сондықтан ізбасарларымыз аман болсын, деніміз сау болып, осындай тойда кездесіп жүре берейік. Құтты болсын! Құтты болсын! Бәрекелді, тамаша. Рахмет. Асаба жігіт қайдасыз? Сәбит айтқысы кетті. Асаба ғой бәрі. Айтпаймын десем де қоймайсыңдар ғой. Бәрі айтамын. Ана өткен жолы айтамын деп Галяштың сөз естіп қойған бар. Сосын үндемей тұр едім ғой. Ағыласына неге бірінші бересің деп. Енді ғой, свободын берді ғой, еш жоқ. Не дейміз, әр уақытта мынау Данабайдың үйінде, Аленаның отбасында бәріне куә болып отырмыз, керемет, жақсы той өтіп жатыр. Ағайындардың, ауылдардың, ағаларды, жеңгелерді, қарындастарды көріп мәз болып отырмыз. Мына жақында ғана Данабайдың 50 жасын осы жерде, жарты ғасырлық жаңағы дауыл сол жерде ғой, туып жүрген. Гагаш оған бүгін мұшасы жоқ, түнімен ұйықтамаған сімеден келген.
сонымен менімен таласпай тұрған сол ғой. Иә, не дейміз, әр уақытта Данабай үйдегі мына болып жатқан той мереке құтты болсын, себепкер 2 жас баламыз бақытты болсын. Неке қорған отауларың биік керегелері кең, мына осы жерде тұрған жаңа Нұрхан інім айтып жатыр ғой, ата енелері деп, ата енелерің сияқты абыройлы, Құдайға шүкір әрі қайсысы бір-бірдей белдей абыройда бар, атақта бар. Бәріміз осы саран шаруа, жаңа шаруа мен екеуі аттас деп осы жерде жаңа шаруаның ордасы қылып жатырмыз. Осы жерде келіп жатқан отауларың биік керегелері кең болсын, кесте тоқитын қыздарың, асық ойнайтын ұлдарың көп болсын, ұрпақ-ұрпаққа жалғаса берсін, адал қызмет қылыңдар. Екі жақтың тойы бірге құтты болсын. Құдалар жағы сіздерге де құт береке. Осы мына ұзатып жатқан қыздарыңыз мына біздің елге келіп жаңа құтты аяғымен мына біздің дана досымыздың отбасын одан әрі қарай бақытқа кенелте берсін. Мына сіздерге күйеу болып отырған Ғали баламыз да сіздерге ұлдай болып жақсы қызмет қылуға нәсіп етсін. Барлықтарыңызға үйлеріңізде той мереке болсын. Осындай тойлардың куәсі болып жүре берейік. Қартаймай жүре берейік. Дана, Алена, мына бүгін жасап жатқан тойлардың құтты болсын. Ғани, махаббат, бақытты болыңдар. Мына Камал менен шыққан төрлері құдалар құтты болсын бәріңізге. Енді жалпы осында тұрғандардың бәріне тілегім, шыққан биіктерің биік тау болсын. Жүрген жерлерің басқан жерлерің бақша бау болсын. Әрдайым өмірлерің сау болсын. Бәрің бақытты болыңдар. Дана Алена тойлары құтты болсын. Жасқа көтерген отауларының шаңырағы биік, керегесі кең, алсаға сіреп болсын. Бақытты болсын. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгін мынау жаңа досымыздың үйіне, отбасына үлкен той, мына оның себепші Ғани мен келініміз махаббаттың бас қосқанымыз екен. Балдар бақытты болсын, тойларын тойғыласа берсін. Барлық Нұрмахановтың атына құтты болсын айтамын және бәріне де әрекендерге. Дейміз, әрқашан тойғыласып, үйінің отбасында жақсы ниет, жақсылық бола берсін. Біз сол куәгер болып жүре берейік. Міне балдар міне үйленді, бұл өмірдің жемісі. Жалғасы өмір ендігі. Сендерді мен теңедім, Ханзада мен Ханшаға. Тақта отқан төрдегі сендерді мен теңедім. Көктемде өскен құл бұрып, қызғалтаққа шөлдегі. Сендерді мен теңедім. Аққуға қоңын көлдегі. Шумақтан артық айта алмайды ма? Аптасымыздың қоныстарыңыз қайырлы болсын. Ғанинен махаббат бақытты болыңдар. Мысалымен қосағар, ауыз отырған қауырдағы жаулықтаналар, ақсан қалдаталар оған болсын. Барлығымызға сол жақсылық тілеймін. Жоқ, мен сөйлемеймін. Майрамаға берейін бұл. Мәкен біз әкеміз. Мен жақы келіңіз, Мәкен. Сізден кейін, сенден кейін. Сымай, сенен кейін сөйлеймін. Дана, Алена тойларын құтты болсын. Себепшіна 2 жасқа. Балдар бақытты болсын, дендері сау болсын, тойларын тойғыласын. Аға Алена, құдалықтарың мыңжылдық болсын, жақсылықтар құтты болсын. Ғали тіккелі отауың құтты болсын. Дендерің сау болсын, бақытты болыңдар. Алена Дана, не дейміз? Осы
тойларыңыз құтты болсын дейміз. Жастар бақытты болсын, балдар. Әрқайсында денге сау болып, өмір жасап ұзақ болсын. Барлықтарыңызда әрқайсында осындай той болып, тойда кездесін. Барлықтан бақытты болыңдар. Болды ма? Алдымыз қосыламыз ба? Қағашарым оқтап жүрмедіңіз ба? Қуанышты болсын. Ал, ауылды, сөктінің тұмын, гараниді, кеуректі бір еске алып, сөктің бір билеп алайықшы. Жіберші кәне, достардың құрметіне сөктім, кеттік ал. Сөктім. Ағаларым сөктім сұрап жатыр. Жанға дауа, таза ауа, менің туған байтағым. Жаңа шаруа деп қойған атағын деп календар ағамыз айтқандай сөктім.
жастары